Всем добрый день. Если вы уже получили эту ссылку или, может быть, возможно, получите через день-два, я вам буду рассказывать именно про ту возможность, с которой мы сегодня работаем уже 8 лет, и я сегодня хотела бы эту запись сделать на казахском языке, қазақша полностью бәрін түсіндіріп беремін, қалай, немен айналысамыз, қандай мүмкіндік деген сияқты әңгіме. И қазір мен экранмен бөлісейін бірінші. Сонымен сәлеметсіздер ма? Менің есімім Гүлжанат. Мен өмірде 3 баланың анасымын. Жалпы өз мамандығым бойынша заңгермін. Где-то 7-8 жылдың шамасы осы біз жақсы бір үлкен мүмкіндікпен жұмыстанып жатқанымызға. Көп адамдар көбінесе сетевой бизнес, жүйелі маркетинг туралы айтсаң, көп адамдар ой, мен қолымнан сату келмейді, мен сата алмаймын, мен сатушы емеспін деген сияқты әңгіме айтады. Бірақ негізінен мен сіздерге бүгін бір өтініш болады. Бұл сізге айтылған информацияға мүмкіндік ретінде қараңыз деп. Мүмкіндік, егер сіздің қолыңызға бір мүмкіндік ұсынса. Жалпы негізі біз білеміз, өткен ғасырда көбінесе индустриалды заман болды, яғни адамдар 8-ден 8-ге шейін жұмыстануға үйренді, әбден сол дағды қалыптасты. Енді қазір мына 21-ші ғасырға өткен кезде қазіргі заманда информациондық заман, қолында информациясы бар адам әлемдік бүгін жайлап өзінің қолымен управлять ете алады деген сияқты әңгіме. Енді бұрынғы заманда, бұрынғы ғасырда, 20-шы ғасырда формула болды, 40-40-40 деген 40 жыл бойы адам жұмыс істейді, аптасына 40 сағат, и соңында 40 евро, 40 доллар немесе 40 мың теңге пенсия алады деген сияқты әңгіме болды. Енді қазір міне информация заманында мен сізге бір жақсы информация ұсынам, яғни тағы да бір өтініш, бұл информацияға мүмкіндік ретінде қараңыз. Егер сіздің қолыңызға бүгін жақсы бір мүмкіндік ұсынса, онда мынандай сұрақ туындайды, сіздің өміріңіз қалай өзгеруші еді деген. Слайдта көріп отырсыздар, бұл сұраққа енді бір 5-10 минут кейін презентация біткесін бір өзіңіздің өміріңізді паузаға қойып, шынымен мен осы қандай өмірді қалаймын, қайда бара жатырмын, қандай бір жетістікке жетуім керек деген сияқты сұрақпен, ойлармен ойлансаңыз болады. Енді неліктен бұл бизнесті сіз қолыңызға алуыңыз мүмкін еді? Басында ол сізге қосымша табыс болуы мүмкін. Жалпы 100% адамды алсақ, 80% или 90% адам жүйелі маркетинг немесе сетевой бизнесті тек соның деңгейінде ғана көреді, яғни қосымша табыс. Арзанырақ алдық, қымбаттырақ саттық деген әңгіменің деңгейінде көреді. Негізінде 2-5 жыл толыққанды бұл мүмкіндік түсіне отырып жұмыстанатын болсаңыз, толық қаржылай қысымнан құтылуға болады. Өзіңізге өзіңіз қожайын боласыз, яғни ол үшін керемет өзіңіздің жұмысыңыз тастаңыз, бастығыңыздан құтылыңыз, немесе сабағыңыз тастаңыз, студент болсаңыз деген әңгіме жоқ. Күніне 1-2 сағат табанды плодотворно жұмсап отырып, бұл бизнесті жасай беруге болады. Өзге адамдарға көмектесуге болады, бірақ өзге адамдарға көмектеспес бұрын ең бірінші не істеу керек? Адам өзіне өзі көмектесіп үйрену керек, және де өмірдің деңгейін өзгертуге болады екен. Ары қарай енді қараңыз, жалпы мынау барлығымыз осы жерде отырған, мысалға міне слайдты қазір тыңдап отырған адамдар бар, кейіннен тыңдайтын адамдар бар. Біз бәріміз қазір кімбіз нарықтың заманында? Біз қазір бәріміз тұтынушымыз, дұрыс па? Бір қызметтің, бір тауардың тұтынушысымыз. Өзіміз тұтынушымыз, баламыз тұтынушы, атамыз, апамыз тұтынушы, кішкентай жаңа туған нәрестенің өзі тұтынушы. Енді товарды тұтынудың қандай 2 жолы бар? Дәстүрлі жолы бар. Ештеңе туралы ойланбаймыз, барамыз да супермаркеттен сатып аламыз, корзинамызды толтырамыз да шығамыз. Одан кім ақша тауып жатыр, кім одан қосымша байып жатыр, қандай табыстың көзі бар деген сияқты ой туындамайды. Енді бүгін сізді шақырып алып келген адам, немесе мен лично да сізге электрондық коммерция, немесе эко-онлайн магазин, немесе сауданың тұтынудың жаңа бір түрін сізге ұсынып жатырмын. Енді бір адамдар айтуы мүмкін, қой, ол электронный коммерция, немесе онлайн бизнес деген ол қайда, біз әлі менталитет оған өскен жоқ, жеткен жоқ деген сияқты. Салыстырмалы түрде айтып кетейін, енді қазір шамамен менің құрдастарым менен бір 5-6 жас кіші адамдар болуы мүмкін, тыңдап отқан, немесе одан үлкен адамдар, тіптен ол 100% олардың есінде. Естеріңізде ме, ауылда болғанда даже андай кішкентай киосклар болатын, жерде.
киосклар болатын. Киосктар олардың бәрі жабылып қалды да не істеді? Сәл-пәл ақша жинаған адамдар бірінші этаждан магазин сатып алды. Иә? Бірінші этаждан магазин сатып алды да енді қазір біз мына киноларды бәрін көріп отқанда қандай реклама көреміз? Продается магазин плюс складские помещения, готовый бизнес под ключ деген әңгімені жиі көреміз екен, иә? И сол кезде не болады? Қазір сәл-пәл ақша жинап, сол магазиндардың құнсызданып бара жатқанына көз жеткен адамдар ол магазиндардан құтылып жатыр. Не істеп жатыр? Гипермаркет, супермаркет бүгін бүкіл шағын сауданы сығыстырып шығарып тастап жатыр, иә? Енді біраз мен білмеймін қашан. 4-5 жылда, возможно, иә, или 7-8 жылда базар болмайды. Супер гипермаркеттер азаяды, себебі оның ішінде потребительдер азаяды. Олар біз бәрібір тісіміз жуамыз, басымыз жуамыз. Біз не істейміз? Біз үйде отырып ақ, сіз жаңағыдай өзіңіз пайдаланып жатқан ұялы телефоныңызбен заказ беріп, тапсырыс беріп ақ алады екенбіз. Міне сондай бір жаңадан тауарды тұтынудың жолын бүгін сізге ұсынып жатырмық. Неге? Себебі мына слайдта көріп отқан қарапайым тұтынушы мен өндірістің арасында 60% бүгін жойылып кетеді екен. Ол қайда кетеді? Ол мелкий оптовик, крупный оптовик, реклама, охрана, продавец. Бүгін соның бүкіл сол адамдардың бәрі бүгін сол ортадағы бүгін мен сіз бен компанияның арасындағы табу мүмкін доходқа өмір сүреді. Енді бүгін неліктен бұл идеальный бизнес? Потому что ол аз шығынмен ақ жұмыс істейді. Яғни бұл бизнесті бастау үшін склад жалдап, арендаға помещение алып, товар мен магазинді толтырып, сайт жасатып, тағы бірдеңе бухгалтер нанимать етіп, ондай ешқандай басыңыз ауырмайды. Бүгін бұл бизнесті бастау үшін сізге не керек? Жайлап өзіңіз тұтына бастайсыз. Бұл жердегі бар әңгіме біз пайдаланамыз, сосын сезінген нәрсе ощущениемізді айтамыз. Пайдаланамыз, айтамыз, пайдаланамыз, айтамыз. Пайдаланамыз, айтамыз. Миллион раз мен пайдаланамыз, айтамыз деп осындай презентацияларда қайталаймын. Ал көп адамдар есіктен шығады немесе слайдты өшірген бетте бірінші сұрақ туындайды: кімге сатам, қалай сатам деген сияқты әңгіме. Және де бұл жерде кереметтей өнім, енді өнімнің қандай сапалы екенін тек пайдаланып қана көзіңіз жетеді, және де бұл жерде банкрот болу мүмкін емес. Біз өзімізге керегін ғана аламыз, артығын сатып алмаймыз екен. Сіздің көмегіңіз сіз жақта жұмыс істейді. Яғни мен мысалы өзім Оралдікімін. Мен Алматыда оқығам. Қазір Қарағандыда тұрам. Сонда не деп ойлайсыз? Менің Оралдағы тума туыстарым біреулері, мысалы әке шешем, Алматыдағы подругаларым не істейді? Сол өздерінің үйлерінде отырып, өз қалаларында отырып тістерін жуады, бастарын жуады, балаларына бір витаминдерін береді. Мен Қарағандыда отырып, солардың пайдаланғанның арқасында өзіме мысалы бонустар түседі. Көрдіңіз ба? Сол үшін сіздің көмегіңізсіз ақ бұл бизнес 168 мемлекетте сіздің танитын адамдарыңызбен өсіп кету мүмкін, және табыстың шектеусіз түрі. Жалпы компанияның аты Forever Living Products, барлық тауарлары алойға негізделген. Алой туралы есімізге алған кезде біз сразу терезенің алдындағы алойды есімізге түсіреміз, иә? Біз сөйтсе бұл алойдың Barbadensis Millery деген сорт екен. 400 түрлі сорты бар екен алойдың ше. Бұл алоэ вера Barbadensis Millery 25-30 метрге шейін тамырын жаяды, 1,5-2 метр өседі. Тек өзегін, мякотін только производствода пайдаланады екен. Осындай бір керемет өнімнен, өсімдіктен жасалған өнімдер. Мынау алой компания негізін қалаған ақсақал Рекс Мун деген ақсақал, компания 168 мемлекетте 40 жыл болды жұмыс істеп жатқанына. Көрдіңіз ба? Сіз де 40 жыл жұмыс істеді, сізбен де ары қарай жұмыс істеу мүмкін компания. Мен сіз 20-30 жыл жұмыс істеді компания, бізбен жұмыс істеп келе жатыр 7-8 жыл компания. Яғни бұл не деген әңгіме? Компания бұл дәлелдеуді, бір определенный фактыларды көрсетуді талап етпейді. Өзі 168 мемлекетте бүгін қарқынды жұмыстанып жатқан компания. Мен сияқты бұл компанияда 12 миллионнан астам дистрибьютор, бұл шағын бір мемлекет сияқты бүгін осы мүмкіндікті адамнан адамға жеткізіп жатыр екен. Ары қарай барлық тауарлар сертификацияланған, яғни ол халал сертификат, кошерный дейді, жаңа еврейлердің беретін сертификат, жануарларға ешқандай опыт жүргізілмеген туралы, және де жаңа алойдың халықаралық сертификаты берілген. Енді бұл жердегі бірақ шаруа, жаңағыдай бұның барлығын кімге ішу керек? Ішу керек па бізге деген сияқты, бұл не тауар деген сияқты сұрақ туындайды. Жалпы негізі, енді естеріңізде болсын, адамдардың ауруының 3 себебі бар екен. Ол баладан әкеден балаға тарайтын аурулар, содан кейін екіншісі стресс,
қазіргі заманның адамы жалпы стрессқа постоянно подвержены, иә. Есік алдына шықсаң стресс, жұмыста стресс, балаң бірдеңе болып қалса стресс, әйтеуір Құдай сақтасын, бүгінгі тіпті мынау Астанадағы болған қаралы оқиғаның өзі стресс. Сол себепті адам постоянно подверженный стрессқа. Үшінші шаруа бұл экология. Экологияға не жатады? Біздің тамағымыз, ішіп жатқан майонезіміз, газ выхлоптарымыз, қалада тұратын болсақ особенно. Сөйтсе, адамдардың жалпы үш түрі болады екен. Мысалы, бәріміз қазір сіздер тыңдап отырсыз ғой, бәрімізді жинап алып қазір бір диагностический центрға апарса, барғанға шейін біз деніміз сау адам тобына жатамыз. Диагностика жасағаннан кейін жеріміз ауыратын адамға жатамыз. Егер 3-4 жыл көңіл аудармасақ, онда не боламыз? Ауру адам боламыз, дұрыс па? Ал ауырғаннан кейін біз қайда барамыз? Дәрігерге барамыз. Қатты ауыратын болсақ, бізді больницаға жатқызады. Ал сәл-пәл ауыратын болсақ, мынандай список береді да, бізді қайда жібереді? Аптекаға жібереді, дұрыс па? Қазір барлық бизнестердің ішіндегі ең қарқынды дамып келе жатқан бизнес ол фармацевтический бизнес. Қазір аптекаға сүріп жығылынамыз, ал аптеканың саны көбейген сайын дені сау адамдардың саны одан көбейіп жатқан жоқ. Сол үшін негізі бізге организмге адамға барлық проблеманы тудыратын тоқшек екен. Тоқшектің ішінде бүрлер болады. Ол бүрлеріңіз қой сойғанда көреміз ғой, шекарына шығғанда мысалға, тура сондай бізде организмде ол бүрлеріміз шлакқа, боқтыққа толып қалады екен. Сөйтіп өткенде чайниктің іші сияқты, батарейдің іші сияқты. Сол үшін әр қайсымызға, ол ауру адамға емес, каждыйымызға мына сары банканың 2 столовый ложка таңертең, 2 столовый ложка жатарға, мына бүрлердің арасындағы боқтықтың бәрін езіп, ертіп, мына иммунитет деген шаруамызды көтереді. Иммунитет көтерілген кезде дәрі емес, дәрігер емес, бүгін мына адамның өзінің Алла тағала жаратқан иммунитеті көп шаруаларды қалпына келтіреді. Егер мочеполовая система, почка, печень болатын болса, онда қызыл грышкасы бар. Егер жүрек проблемалары болатын болса, онда оранжевый грышкасы бар, алоэ персикпен. Егер буын аратын болатын болса, онда мынау көк грышкасы бар, Forever Freedom деген. Енді мен тауар туралы көп айтпайын, бірақ та шағындап айтып кетуім тиіс. Неге? Себебі сізге ұсынып отырған қазіргі бизнес мүмкіндікте біз қандай тауармен жұмыстанамыз, соны сіз шолып өтіп білуіңіз тиіс. Енді мынау Поместин Power бүгін қанның қызыл түйіршіктерін көтереді, гемоглобин 2-ның 1 қазір жұмысында қалғып мүлгіп отырады. Соған бір жақсы шешім бар деп ұсынсаңыз, көп адамдар бұны қалайды екен. Рыбий жир, балықтың майы, омега-3, омега-9. Бүгін мынау тоқшегіміздің іші боқтықпен ластанатын болса, біздің қан тамырларымыздың іші тура солай, мынау холестериновый бляшки дейді ғой. Неге адам отырады да, давление, отырады, көп адам қазіргі мысалға жастардың өзі ұйықтап қалды, оянған жоқ. Жаңағыдай ұйықтап отырып кетіп қалды, жүрегі тоқтап қалды деген әңгімені естиміз. Себебі сол қан тамырларының барлығы шлак именно маймен бітеліп қалады екен. Соған көмектесетін арктекси, рыбий жир, омега-3, омега-9. Давлениесі бар адамдарға, тілі жай шығатын балаларға, ашушаң балаларға, жаңағыдай сондай жағдайларда кальций, магний, D3, бүгін бір кальцийдің жетіспеуінен 160-тан проблема аса бар екен денсаулықта. Геморройдың өзі кальций жетіспегеннен болады екен. Ішінде магний, D3 бар. Натурмен йодосодержащий продукт, кімде мына щитовидка, ұйқы безінде проблема бар. Гинка плюс мидың жұмысын жақсартады екен. Жалпы компанияда 2 тауар бар, Нобель премиясын алған. Витамин С, мынау сұлыға отырғызылған, апельсин, лимон, мандариннан алынып. Жалпы витамин С-ның жетпегенінен көп проблема туындайды. Жай суықтанудан бастап онкологияға шейін, көрдіңіз ба? Енді витамин С бүгін тез денеден шығып кетеді екен. Түшкірсек шығып кетті, кіші дәретке барып келдіңіз бе, шығып кетті, терлеріңіз шығып кетті, ашуланыңыз шығып кетті. Оның орнын толтыру үшін не істеу керек? Бүгін бізге шелегімен жеу керек. Немістер жалпы опыт жүргізеді. 85 жылы ағаштан алманы жұлып алса, ішінде 5% витамин С бар екен. 95 жылы сол ағаштан алманы жұлса, 1% витамин С бар екен. Ол не деген сөз? Қазір біздің жеп жатқан тамағымыздың құнары азғантай. Біз көзіміз тою үшін тарелкаға салып тамақ ішуіміз керек та, организмімізді витаминдермен толтыру үшін қасына витамин С, тағы бірдеңе, балықтың майын қойып, таблеткаларды жеп отыруымыз керек екен. Бүгін оның аты биологически активный добавка немесе натуральный витаминдар деп аталады. Ары қарай көрдіңіз бе, мына Vitalize мужской женский. Қазір 2-ның 1 семейный паралар үйленеді, және балалары жоқ. Ананың, әйелінің де денсаулығы нормальный, еркегінің де денсаулығы нормальный. Бұрын мысалға біздер өзіміз кішкентай болғанда адамдарда 50 бай, 60 бай, 70 бай дүниеге келетін. Қазір 30 байдың проблемасы өзі қазір действительно 2-ның 1-інде проблема. Соған жақсы көмек Vitalize әйел адамдардың, ер адамдардың жаңағыдай күшін жақсартатын, иммунитеттерін көтеретін витаминдар бар. Енді чеснок тимян противопаразитарный, глистогонный. Жаңағы лайсиум, мияның тамыры, желудок проблемаларынан алған. Vision для зрения. Енді китс деген бар, бұрышта тұрғаны детский витамин. Көп кездерде адамдар бірақ сұрақ қояды, бұл қымбат,
бұны менің қолымнан келмейді, сата аламын, ешкім алмайды деген сияқты сұрақ туындайды. Енді мен сол кезде көп кезде мына кидсте детский витаминді примерге келтіремін. Мен өзіміздің аллаға тәуба 3 кішкентайымыз бар. Көп кезде тура сіздің балаңыз сияқты біздер де жұмыстан қайтқан кезде олар да қолымызға қарайды. Мама, не алып келдіңіз? Трубочка, сок алып келші, киндер сюрприз, M&M алып келші деп. Сөйтіп мен бір күні отырып санадым. Кем дегенде үшеуіне әрқайсысына 200 теңге болса болмаса жұмсайсың күніне. Сөйтсе күніне 600 теңге, бір айда 18 мың теңге құр красительдарға, болмайтын шаруаға, денсаулығына зиян шаруаға жұмсайды екен. Соны мен ойладым, жарайды, мен сол кәмпиттерді мына кидспен айырбастап көрсем. Жайлап балаларды үйреттім. Енді кидстің ең қымбат бағасы 4000 теңге. Мысалға мен енді оны жеңілдікпен аламын, тем более еще. Ал маған 2 кидс баночкасы үшеуіме спокойно жетеді бір айға. Сөйтсе 8000 теңге сіз жұмсауға можете балаңыздың денсаулығына, нежели мен 18 мың теңге кәмпит бірдеңеге жұмсап отырдым, мысалға чипсы, кола деген сияқты. Көрдіңіз ба? Сол сияқты әр витаминді алып айға шағып қарап есептейтін болсақ, бұл өте тиімді негізі. Себебі денсаулыққа пайдасы өте зор. Екінші, мынау Нобель премиясын алған бұл арджи. Ішінде эларгинин бар, кімде давлениесі бар, мынау қан тамырларын тазартады. Мынау кардиохолос, бүгін жүректің бұлшық еттің жұмысын жақсартады. Көп адамдар, жаңа айтып тұрмын ғой, ақша туралы көп сұрақ туындайды. Просто адамдарға дұрыс жеткізе білу керек. Мысалы, мен өзім 1 жыл болды за рулем, жүремін машинамен, сонда ойлана бастадым ше. Оказывается, машинамен жүретін адамдар оны біледі екен. Сосын мен мысалға сізге сұрақ қоямын, иә, сіз мысалы, Мейрамгүл, сен жүрегің қанша тұрады деген сияқты. Сен айтасың, менің жүрегім ойбай, бәленбай, миллион ақша тұрады, бұл құнсыз деген да әңгіме. Сосын егер сен за рулем жүретін болсаң, сенің машинаңның жүрегі қанша тұрады? Примерно 4-5 мың доллар тұрады. Сонда сол 4-5 мың доллар тұратын темірге адам жылына просто ол сынбағанның өзінде майын айырбастап тұру үшін 20-30 мыңнан бастап 200 мыңға шейін жұмсайды екен. Ал Мейрамгүл, мысалы, сен қазір нешедесің? 20-дасың, 21-десің, 25-десің, иә? Осы 20 жыл өміріңде сенде бұндай болды ма? Міне менің жүрегім рахмет. Парковкаға бармайсың, ешқайда кетпейсің деген сияқты моменттерде мен осы жүрегіме арнайы витамин алып берейінші, жүрегіме арнайы майын айырбастайыншы деген уақыт болған жоқ, дұрыс па? Сол үшін адамдар мысалға машинаның жүрегін емес, өзінің жүрегін хотя профилактиканы жасап тұрса, сонда 35-40 жасында инсульт, инфаркт соқпаушы еді, көрдіңіз ба? Сол себепті бұл мысалы кардиохолос, жүректің майын айырбастайтын, образын айтқанда витамин. Бұл дені сау адамдарға профилактикаға арналған. Екінің біріне керек негізі. Жалпы енді одан кейінгі продукт, мынау актив пробиотик дейді, forever актив пробиотик. Бүгін жалпы мен көп мысалы жастармен көп жұмыстанамын ғой, мамалармен, молодой мамалармен. Сонда мамаларда қазір модно, ой, баламның иммунитеті анау мынау деген сияқты әңгіме айтады. Осын мен сұраймын, сен иммунитеттің жалпы қай жерде екенін білесің ба? Вот қай жерде сенің балаңның иммунитеті қай жерде? О, гемоглобин түсіп кетті, терсең анау мынау дейді. На самом деле кез келген адамның ең басты иммунитеті ол тоқшекте екен. 80% иммунитетің, Мейрамгүл, сенің тоқшектің ішінде жатыр. Яғни запор болдың ба, болды, иммунитет төмендеді деген сөз. Ішің өтіп ауырды ма, иммунитет төмендеді. Антибиотик алдың ба, вообще иммунитетіңнен түк қалған жоқ. Антибиотиктен кейін кез келген адам обязательно пробиотик ішу керек. Соның ішінде мына сапалы пробиотик бифидум и лактобактерий, бір кішкентай жемчужинкасында 2 миллиард тірі бактерия бар екен. Сонда 80% иммунитет көтеріліп, тамақтың сіңімділігі жақсарған кезде уже басқа витаминдерді ішудің смыслы бар. Поэтому часто болеющий балаларға ең бірінші керегі ол сарысок, сосын осы пробиотик. Жалпы ең бірінші любой адамға керек шаруа ол сары банка, сосын актив пробиотик, и мынау шайыңыз 3 продукт минимум керек. Сонда тоқшектің бәрі тазаланады да, иммунитет көтеріледі екен. И уже сенің ұйқың да жақсы болады, асқазанның қышынауы басылады. И сен с удовольствием басқа адамдарға бұл туралы айтасың. Сатам деген мақсатта айтпайсың, кәдімгідей өзіңнің ощущениеңмен бөлісесің да, көрдің ба? Енді серия кремов и гели на основе алоэ. Но First и желе тұрған экрандағы входит в аптечку МЧС России как противожоговое средство. Жалпы біздің үйде First йодтың орнына, зеленканың орнына күйіп қалдың ба, пісіп қалдың ба, тамағың қыжынады ма, First постоянно керек шаруа. Үйде кішкентай бала бар адамдарға First 100% керек. Себебі құлап қалды, тамағы жинап тұр, мұрны бітеліп қалды. Постоянно. Желе бұл чистый мякоть алоэ. Эрозия, киста, геморрой 15 күнде вообще как рукой снимает. МСМ суставтарға арналған, хит согревающий, массажға қыздыратын крем. Және де алоэ активатор дейді, көзге тамызуға болады. Плюс-минус катаракта, глаукома. Мынау міне бүгін тыңдап отқан бүгін ағайын адамдар, міне қараңыздар, бұл сіздердің личный гигиена.
көп адам айтады, ақша жоқ. Бұл бизнесті құруға менде ақша жоқ. Сонда ақша жоқ деп отырып, мен көп кезде адамдарға айтамын, міне үйіңізге қайтасыз ғой, үйіңізге қайтқан кезде туалетке кіріңіз, ваннаға кіріңіз, бірақ осы жолы кірген кезде қолыңызға калькулятор ала кіріңіз деп. Сосын мына калькулятормен алып санаңыз, так, менің шампунем бәленбай тұрады, зубный пастам бәленбай тұрады, сосын для волос, для жаңағы бетке жағатын, аяққа жағатын, енді не керек, обал керек, қазіргі мынау современный адам өкшеден бастап бақайға, маңдайға шейін әр органға бөлек-бөлек крем алады, шампунь алады. Үйінде кішкентай қызы бар или ұлы бар адам болса, көк шампунь, жаңағыдай дракошасы бар, тачки бар, қыздарға принцесса шампунь мысалға алады да. Сонда сіздің ваннаңызда 70 мың мен 100 мыңға шейін ақша тұрады екен. Және де ол құр тұрмайды, ол күніге толтырылып тұрады. Бітіп қалды ма, әкеліп қоясың, бітіп қалды ма, әкеліп қоясың. Көрдіңіз ба? Ал бұл жердегі мына тура сол керекті шаруаларыңыз мына экранда тұр. Зубный паста обычный зубный пастаға қарағанда 3 есе тиімді. Себебі обычный зубный пастаң 1 айға жететін болса, мынауыңыз 3 айға жетеді, сәл горошинок достаточно. И плюс мынау қызыл еттің қанауын бәрін алдын алады. Шампуньдарыңыз, жидкий мылыңыз бүгін, пожалуйста, полностью жаңа туған нәрестені шомылдыруға болады. Дезодорант не содержит соли алюминия бүгін. Сол себепті бүгін өте сол жағынан пайдалы. Енді мысалы бүгін сізге айтып отқан мәселе бұны ал, сосын есіктерді қағып жүріп организацияға барып сат деп атқан жоқ. Жоқ, бүгінгі мәселе айтып отқаныңыз осы нәрселерді пайдаланып, сол туралы сезінген ощущенияларыңызбен бөліссеңіз, аламыз да біз пайдаланамыз, айтамыз, пайдаланамыз, айтамыз, пайдаланамыз, айтамыз. Сол кезде адамдар өздері сұрайды, бұны қайдан алуға болады, кімнен сатып алуға болады деген сияқты, немесе қайдан тіркеліп алуға болады. Сол кезде сіз өзіңіздің онлайн магазиніңіз туралы сөз қозғайсыз. Міне ары қарай бет күтіміне арналған кереметтей наборларыңыз бар. Адамдарды жаңағыдай артық салмақ болатын болса, оған да арналған керемет. Мысалы, өзім мен постоянно әр баладан кейін қалпыма келем, себебі мен предрасположенныймын. Мысалға 4, 5, 10, 15 килоға шейін жинап аламын спокойно. Осы наборлардың арқасында көп адамдар менімен кездескенде, қойшы, сіздің 3 балаңыз бар ма деген сияқты мысалға маған комплимент айтады. Ол осы іштей тауарды ішіп күтінгеннің арқасында. Енді мынандай многоцелевой моющее средство бар, МПД деген. Бір МПД-мен мына айналасында тұрған бәрін айырбастауға болады. Себебі бұның бәріне де ақша жоқ, бұл қымбат деп отырып, мынаның бәріне сіз ақша жұмсайсыз. Бұл бизнестегі ең бірінші шаруа, тағы да айтамын, пайдаланамыз, айтамыз. Пайдаланамыз, айтамыз. Себебі сіз өзіңіз пайдаланбаған шаруаны ешкімге айтып жеткізе алмайсыз. Екі иіссулары бар, әйел адамдарға және ер адамдарға арналған бүгін. Және де енді в любом случае бұл тауарды сіз пайдаландыңыз, жақсылап запор болып едіңіз, сізде нәтиже көрдіңіз, сосын жұмыста айта бастайсыз ғой, ой, мынау күшті, жақсы болды, осындай ішіп жүрмін деп. Сатам деген мақсатта емес, шын ниетіңізбен айта бастайсыз да. Сонда любой адам сұрайды, қанша тұрады деп, например. Сол кезде айтасыз, мына 100% бағасы бәленбай тұрады, немесе сіз өзіңізге егер жоқ, мен 100%бен алғым келмейді, мынау деп алып, сіздің алған тауарыңыздың көлемі 30 мың теңгеден асса, онда сізге 15% жеңілдетілген баға беріледі. Егер жоқ, мен одан да арзан алғым келеді дейтін болсаңыз, мынандай коробканың түрі бар, 2 балдық коробка. Бұл коробкада ішінде 30 түрлі тауары бар. Ішінде как раз асқазанды да жуатын, басты да жуатын, тісті да жуатын, желесі бар, геморрой, витамин бәрі. Жалпы семьяға арналған коробка. Touch деген шаруа, ағылшын тіліне аударғанда прикосновение forever, яғни 30 түрлі тауарды сіз бүгін пайдалансаңыз, бір аптаның ішінде сіз шын көңіліңізбен, көз жанарыңыз жанып, адамдарға айта аласыз бұл мүмкіндікті, жалпы бұл тауардың қасиетін. Енді сіз 30 түрлі тауар айта бастаған кезде, адам айтады, мен сенен біртіндеп алмай-ақ, лучше өзім тіркеліп алған жақсы емес па деп. Себебі ол арқылы ол 30% жеңілдетілген баға алады. Енді міне бұл коробканың бағасы қазір 141.500 теңге. Бірден коробканы алсаңыз, немесе жоқ, мен бұндай ақшаға мүмкіндігім жоқ, немесе менің жарайды мүмкіндігім болсын, айналамдағы адамдарға бұндай әлі келмейді дейтін болсаңыз, 2 айдың ішінде бұны жинақтап алуға болады. Яғни бұл бизнес мүмкіндік, жалпы бір тиын ақшасыз бастауға болатын шынымен сондай мүмкіндік. Жалпы неге? Себебі бұл жерде ең маңыздысы бұл техника построения, яғни методикасы ше. Мысалға, обычный мектеп пен Назарбаевский мектептің айырмашылығы қандай? Бір заң, бір программа, тек айырмашылығы методикада. Сол үшін бір компаниямен бір компанияның айырмашылығы осы бизнесті жасау методикасында екен. Көрдіңіз бе? Сонда біздің методика бойынша біз не істейміз? Список адамдармен танысамыз, немесе өзіміздің адамдарды жайлап списокке тіземіз. Мысалға, міне мен
Бүгін сізбен таныстым, ертең мысалы сізге бір жақсы мүмкіндікті көруге, информация бөлісуге сізді шақырдым. Шақырған кезде қайда шақырасыз? Немесе өзіңіздің үйіңізге шақырасыз, немесе офис болатын болса сол қалада офиске шақырасыз, немесе осындай онлайн кездесуге тоже шақыруға болады. Не үшін шақырдық бүгін біз сізді? Сізге бір жақсы мүмкіндікті көрсету үшін. 1-2 күннен кейін уже мынандай жалпылама кездесуде емес, тікелей тек сізбен ғана кездесуге шақыруы мүмкін. Ол кезде немесе сізде сұрақ туындайды, как быть дальше деген, немесе менде сұрақ туындайды, ал енді ары қарай не істейміз, қалай боламыз деген. Сол кезде сіз айтасыз, иә, мені бұл мүмкіндік қызықтырды, егер мені бір үйретсе, ары қарай жылжытып көмегін көрсетсе, информационды түрде, иә, ақпараттық түрде, онда мен бұл бизнес жасай алар едім дейсіз. Немесе айтасыз, жоқ, рахмет, сен ақ жаңағыдай Грузияңа бар, Батумиңа бар, қыдыр, демал, мені бұл бизнес маған арналмаған, мен бұны жасамаймын деген сияқты шешім қабылдауыңыз мүмкін. Қалай да болсын сіздің шешіміңізді біз сыйлаймыз. Енді ары қарай бұл қаржылай бұнда қандай қызықтыру моменті бар, иә? Қандай бір ұсыныс бар сізге. Өзіңіз жаңағыда 2 балдық коробкаға тіркелсеңіз, артыңыздан адамдарға айта жүріп, бір адам айтуы мүмкін, давай мен тоже для себя куплю эту коробку, чисто для себя, өзім семьяма ашем, денсаулығыма ашем деген сияқты. Сол үшін компания сізге артыңыздан бір адам тіркегеніңіз үшін 28 мың теңгедей қаржылай мысалға қайтарым ақша төлейді екен. Ол бәрі Каспий банктың карточкасына түседі, қолдан қолға жүрмейді ақша, тек қана через банк, через карточку. Не істедіңіз? Сіз күрекпен қазған жоқсыз, пол жуған жоқсыз, барып ешкімнің баласын баққан жоқсыз, боғын жуған жоқсыз. Не істедіңіз? Информациямен бөлістіңіз. Өзіңіз айттыңыз, пайдаландыңыз, бөлістіңіз, дұрыс па? Енді бір кездерде жоқ, мен маған 28 мың ғана емес, мен ары қарай бұл информациямен бөліскім келеді, ары қарай табысты молайтқым келеді, команда жинағым келеді деген әңгіме болатын болса, онда сізге екінші этапта уже супервайзер деген статусқа жетуге ұсыныс жасаймыз. Яғни супервайзер деген нәрсе ол не нәрсе? Егер сіз өзіңіз тісіңізді жуып үйрендіңіз, басыңызды жуып үйрендіңіз, иммунитетіңізді көтеріп үйрендіңіз, двигателіңіздің майын бастадыңыз анда-санда, иә, және де командаңызда сондай 10-12 адам таптыңыз. Тура сондай жаңағыдай дұрыс, таза өмірдің денсаулыққа пайдалы жолымен жүргісі келетін. Егер сіз командаңызбен 25 кредитный балл жасасаңыз, 8% қайтарым ақшаңызды қайтарып бергенде сізге супервайзер деген статусқа жетесіз. Супервайзердің статусында 60 мың мен 100 мыңның шамасында қосымша табыс табуға болады екен. Егер командаңызбен 75 кредитный балл жинасаңыз, оның барлығы тек сіздің ғана емес, сіздің артынан тіркелген адам, олардың артынан тіркелген жалпы команда, бұл тек сіздің тұрған қаланың деңгейінде емес, 168 мемлекеттің деңгейінде жасалуы мүмкін, иә. Сонда сіз ассистент менеджер деген статусқа жетіп, 13%-іңізді қайтарып берген кезде 150 мың мен 200 мыңның шамасында айлық жалақы табуға мүмкіндік бар екен. Егер 20 кредитный балл жинайтын болсаңыз, командаңызбен 18%-іңізді қайтарып берген кезде сізге 200 мың мен 600 мыңның шамасында айлық жалақы табуға осындай мүмкіндік бар екен. Және де бұл жердегі маған жалпы ұнаған бір себебі, әр статус бір-ақ рет жасалады. Мысалға, коробканы алдыңыз ба, скидкаға жеттіңіз ба, мүмкін сіз 5 жыл бойы табар алмайтын шығарсыз, білмеймін мен. Бірақ бұл скидка сізге өмір бойға беріледі да, өзіңіз үшін отырып пайдалана бересіз спокойно. Сол сияқты менеджер статусына жеттіңіз ба, 18%-іңіз қайтарым ақша алдыңыз ба, сіз келесі айда тіптен түк істемеуіңіз мүмкін, оборотыңыз түсіп кетеді, күйеуге шығасыз, декретке кетесіз, например, да, 4-5 жылдан кейін есіңізге түседі да, сіз форевде тіркеліп тұрғаныңыз, ары қарай жалғастырғыңыз келетін болса, сіз сол статустан, сол дәрежеден ары қарай жалғастырады екенсіз. Және де бұл жерде бірнеше поездкалар бар, әртүрлі жаңағыдай ынталандыру программалары бар. Мысалға, биылғы поездка Стокгольмға, Швецияға бұйырса майда біз командамызбен сол жаққа кетіп бара жатырмыз. Мысалы, компанияның атынан тегін. Егер де одан басқа тағда келесі сентябрьде Батумиға, міне кеше Грузияға ғана квалификация жарияланды. Одан кейін Америкаға квалификация бар. Яғни бұл қосымша ынталандыру ретінде. Сіз онсыз да біздер жұмыс істеуші едік, бірақ біздің жұмысымызды ынталандыруға қосымша осындай поездкалар беріп жатыр. Мысалға, сіз жұмыс істейсіз, вы и без этого работаете, зарплату получаете, сізге жақсы жұмыс істесең, сені Грузияға жіберем деген сияқты әңгіме айтса, міне сондай деңгейдегі әңгіме болды. Енді бұл жерде табыстың бірінші түрі бар. Бірінші табыстың түрі сату. Арзанырақ алдық, қымбатырақ саттық. Арзанырақ алдық, қымбатырақ саттық. Я көп адам айтуы мүмкін, ой, мен сата алмаймын, мен сатушы емеспін деп. Бірақ міне сіз де тіпті қазір қарап отырған, сіз де сатушысыз. Өте жақсы сатушысыз. Сатушы емеспін деп айта алмайсыз. Дұрыс па? Неге? Себебі сіз бүгін таңертең жұмысқа келдіңіз, сіз уже сатып жатсыз. Не сатып жатсыз?
жұмысыңыз сатып атсыз, біліміңіз сатып атсыз, нервіңіз сатып атсыз, уақытыңыз сатып атсыз, дұрыс па? Бұл жерде тура солай сатуға болады. Бір сарбанкін сатуға болады бір күнде, немесе 10 сарбанкін сатуға болады. Бірақ сату бұл жерде ең басты табыстың түрі емес. Бұл жердегі басты табыстың түрі ол тауар айналым жасау, команда құрудың арқасында пайда болады да. Енді одан кейінгі табыстың түрі ол жетекші тәрбиелеудің арқасында пайда болады. Өзіңіз жетекші болып менеджер статусына жеттіңіз, артыңыздан бір адам менеджер статусына жетті, одан 6% қайтарылады. Одан кейін 3%, одан кейін 2%, 11% авторский гонорар бүгін алып отыруға мүмкіндік бар. Балаңыздың баласына мұраға қалдыруға мүмкіндік бар. Мысалға біздің семьяда өкінішке орай бірақ сондай жағдай саған болды. Бізді бизнеске шақырған менің жолдасымның әке шешесі. Мысалға бір 7-8 ай бұрын біз жолдасымның әкесінен айырылып қалдық. Сонда компания бір қоңырау шалып, мысалға мамаға звондады: Омарова Майра, готовы ли вы на себя переоформить бизнес деп. Мысалға былай қарасаңыз, қарапайым өмірде традиционный магазины, кафесі, рестораны болатын болса, немесе тіпті бір креслосы болатын болса, депутаттың, ешкім оны мұраға қалдырып кете алмайды. А бұл бизнесті сіз балаңызға мұраға қалдырып кете аласыз. Және де бұны біз қазір өзіміздің семьямыздың деңгейінде заңды түрде действительно сондай екеніне көзіміз жетті, былай қарасаңыз. Сол себепті бұл өте серьезный шаруа. Ары қарай авторский гонорар дейді, егер де 3 ай бойы жақсы жұмыстанатын болсаңыз, 50-100 немесе 150 балл жауып, сізге 3 жыл бойы премия төлеп отырады за то, что вы хорошо работаете. Көрдіңіз ба? Бұл образно план машина деп аталады. На самом деле ол сізге план шуба, план поездка болуы мүмкін. Өзіңіз қайда жұмсайсыз, өзіңіз білесіз. Ары қарай бұл жерде енді егер өзіңіз бірақ жетекші емес, 2 немесе одан көп жетекші тәрбиелеп шықсаңыз, сіз сеньор менеджер боласыз. Мысалға біз қазір Данияр екеуміз сеньор менеджер статусындамыз. Айлық жалақымыз кем дегенде 700-800 мыңның шамасында. Мысалы оған справканы да көрсетуге болады, пожалуйста, налог төлейміз, кәдімгідей сіз сияқты бізде пенсионный төлейміз да, бәрі бұның заңды. Егер 2 емес 5 менеджер тәрбиелеп шығарсаңыз, пожалуйста, 1,5 миллион шамасында айлық жалақы алып отыруыңызға мүмкіндік бар. Егер 5 емес 9 тәрбиелесеңіз, сапфир деңгейіндегі айлық жалақы алып отыруға мүмкіндік бар. Мысалға бүгін 3,5 миллионның шамасында. Көрдіңіз ба? 3,5 миллионның шамасындағы бүгін және де біздің жетекшілеріміз, мысалға қазіргі біздің жетекшіміз Омарова Майра қазір осындай табысты өз қолымен алып отыр ай сайын. Бүгін действительно Қазақстанда және бұндай адам біреу-екеу ғана емес, Қазақстан бойынша біз өзіміздің 700-800 мың теңге жалақымызбен тіпті 10 ең керемет 10-дықтың ішіне кірмейміз. Сонда миллионнан жоғары адамдар 10-дықтың ішіне кіреді. Сол үшін бұл бизнесте 100 мың, 200 мың табу шынайы ниетімен кірсе бұл бизнеске 2-ның 1-ның қолынан келеді. Ары қарай сапфир, бриллиант, двойной, тройной бұл бизнес шектеусіз жұмыстануға болады. Негізі бірақ та көп шаруа, сетевой бизнес деген әңгімеде көп шаруа жетекшіге байланысты. Неге 2-ның 1-і жаңа миллион таппайды? Неге 2-ның 1-і өспейді сетевой бизнесте? Себебі кез келген шаруада сияқты жетекшіге байланысты. Егер сенің жетекшің мықты болса, оның қолында жүйе болса, потому что жүйесіз, без методики, без системы этот бизнес не работает, да? Сол үшін вот наш руководитель Омарова Майра, жалпы өмірде бұл кісі юрист, ал қазір үлкен команданың жетекшісі, СНГ деңгейінде ең жақсы қарқынды бизнестерді дамытып жатқан жетекшілердің бірі біз бұл кісімен мақтанамыз. Енді ары қарай ол кісілердің өзінің жетекшісі бар. Барлығымыз біз Атила и Каталин Гидафалова деген адамдардың командасындамыз. Жалпы осы мүмкіндік Қазақстанға 2 бағытпен келеді. Атила келмес бұрын бұл бизнес бағыт Турция арқылы келіп, бұл бизнес Қазақстанда болады. Оған дейін 3 жыл бойы бұл сарбанка Қазақстанда жаяу аралап жүреді. Атила келеді бұл системаға, бұл Қазақстанға, бірақ бұл Атила өзінің кереметтігінен емес, Атиланың қолында жүйе болады, методика работает, да, как правильно работать в сетевом бизнесе. И ол сол жүйені пайдаланған кезде Forever'дің Қазақстандағы тауар айналымы 70%-ға өседі ғой. Жетекшілердің барлығы Турциядан, компания представительдер ұшып келеді. Не болып жатыр мынау Қазақстанда деп. Сөйтсе, бұл жерде жаңа методика, жаңа жұмыстанудың реті. Сол үшін бұл Forever'дің өзінде де әртүрлі нәтиже бар. Әртүрлі жұмыстың жасаудың жаңағы методикасы бар. Сол себепті бұл сіздің жетекшіңізге байланысты тікелей кім сізді шақырды, соған өте байланысты. Жалпы бұл жерде және 13-ші жалақы бар. Жыл бойы жақсы жұмыс істесеңіз, еще премия аласыз годовой. Мысалы, мына экраныңызда қарапайым мұғалім Алтынгүл тәтемен Нұрлан аға вахтовик
ешқандай жоғары білімі жоқ, орыс тілін тіпті ешқалай сөйлеп білмейтін, кәдімгі май қолмен жүретін Бақтабек болған. Қазір мысалға мына 7-8 жылдың арқасында осы бизнесте бір емес екі рет Америкада болды, Сингапурда болды, Қарағандының қақ ортасында өздеріне квартира алды осы бизнестің арқасында. Ал мынау Наргиз бен Болат, бұл кісілер тіптен керісінше традиционный бизнестен келген, железнодорожный тупиктары, СТО-лары, несі болмаған, бірақ денсаулық болмаған, бәрі бар, денсаулығы жоқ. Қазір полный осы бизнесте. Сол себепті бұл адамдардың бұл бизнеске келген себебі кітап. Оказывается, бұл кісілерге біздің жоғары жетекшіміз Бұқаш Нұрбек бір кітапты ұсынған ғой, оқы деп. Сол үшін сіз де мысалы қазір экранның алдында отырсыз, екі ойлы болып отырсыз, шын ба, өтірік па, болатын шығар, болмайтын шығар ба. Мен сізге ұсынушы едім бір жақсы кітапты, Роберт Кийосакидің «Бизнес 21 века» деп. Сосын сол кітабында Роберт Кийосаки айтады: богатые люди строят сеть, остальные всю жизнь ищут работу дейді. Сол үшін жалпы ойланып көрсеңіз болады. Мынау мысалы ол кісі тетя Оля керісінше пенсионер, полный қазір мысалға бабушка миллионер. Бұл бизнесқа келген, содан кейін сәлден кейін ауырып қалған, открытый форма туберкулез. Жарты жылдан кейін учеттан снимать еткен, пожалуйста. Көрдіңіз ба? Осы өнімнің продукцияның арқасында. Бұл семейный пара тіпті наоборот, жап-жас аягөз 19 жасында келді бизнесқа. Қазір 3 баласы бар, машинасы бар, үйі бар, бәрі благодаря именно осы бизнеске. Көрдіңіз ба? Пожалуйста. Енді көп кездерде адамдар айтуы мүмкін, особенно мені танитын адамдар, особенно бұрыннан мен наблюдать еткен адамдар, ой, бұл деген баяғыда келу керек еді, кеш ойландым, кеш болып қалды ма, жаңағыдай жоғарыдағылар ақша табады, төмендегілер түксіз қалады деген сияқты ойлар болуы мүмкін. Мынау біздің жетекшілеріміз 12-ші жылы сахнада біз өзімізбен көргенбіз. 28 мың евро 13-ші жылы қалады. Оның артынан тіркелген туған апайы Алматыдан 91 мың евро алады. Не болды? Кейінгі адамы көп ақша тапты. Ол не деген әңгіме? Бұл жерде сіздің қашан келдіңіз, қалай тіркелдіңіз, оған ешқалай айырмашылық жоқ. Тек барлығы сіздің жұмыс қарқыныңызға байланысты. Келесі жылы $114 мың, одан $109 мың туған бажа, туған апалы сіңлі. Ал неге сіздің семьяда солай болмасқа? Неге сіздің семьяда да апалы сіңлі бірін-бірі поддержка беріп, бір-біріне көмектесіп, осылай жұмыстан кетпеске? Компания, американдық компания, 168 мемлекет, ол Омаровалар бір-біріне көмектесе ме, Гумаровалар бір-біріне көмектесе ме, білмейсіз. Олар компанияға бәрібір қай жанұя кімді қалай көтеріп жатыр деген әңгіме мысалға. Енді сол ақшаға туралай осындай машина алады, например, Land Cruiser деген полный 13-ші алақы наличкаға. Одан кейін осындай үлкен чектар. Мысалға, сенді бір адам айтуы мүмкін, ой, бұл максимум шығар, бұндай екінің бірінің қолынан келмейді деген сияқты әңгіме айтуы мүмкін. Әлемнің деңгейінде қарасаңыз, мысалға, мына әлемнің деңгейінде $440 мың, одан $340 мың, $1 миллион, көрдіңіз ба? Сол себепті $1000-2000 табу бұл деген үлкен бір жетістік емес бұл бизнесте. Былай қарасаңыз, әлемнің деңгейінде $1 миллион 13-ші жалақы тауып жатыр. Номер 1-ші орында Рольф Кип деген азамат. Мысалы, Инстаграмда да бар, Фейсбукта да бар, тауып алып, мені тексерем, шындығында осындай ма көзім жеткізем деп қарайтын болсаңыз, пожалуйста, енді жалпы сетевой бизнеста барлық тапқан ақшаңыз Каспий Голдқа түседі, 160 мемлекетте жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Бірақ шаруа бар да. Бірақ шаруа. Неге осы бизнесте жүріп та мысалға адамдар өспейді? Неге біреу ақша табады, біреу ақша таппайды? Неге? Бірақ ответ болған, бірақ жауап: адамдар ақша тапқысы келеді, бірақ адамдар білім алғысы келмейді. Көрдіңіз ба? Білім алғысы келмейді. Бұл жерде де тура сіздің жұмысыңызда, сіз бухгалтер болдыңыз ба, дәрігер болдыңыз, мұғалім болдыңыз, 4 жыл білім алып, диплом алып, қалай жұмыс істеу керек екенін үйренген болсаңыз, бұл жерде тура солай, бірақ 4 жыл емес, әр 4 ай сайын біз өзіміздің жетекшімізге Венгрияға барып, сабақ алып үйренеміз. Қалай жұмыс істеу керек, қандай дұрыс методика пайдалану керек? Себебі семинарсыз бұл бизнесті құру мүмкін емес. Сол үшін мысалға біз міне ертең 10 февральда Европаға кетіп бара жатырмыз. Келесі уже июньда болады поездка. Оның алдында апрельде үлкен тоже семинар болады Астанада. Сол семинарлардың біріне келіп, көріп, жалпы мынау Қазақстанның деңгейінде, СНГ-ның деңгейінде бұл бизнес қалай болып жатыр, масштабтың бәрін көріп білсеңіз болады. Сол үшін сізге мына айтам, бөлсем деген информация осы. До конца бізбен бірге болып,
информацияны тыңдағандарыңыз үшін рахмет.